дөңгелек үстелдің макетін жасадық. Енді сол дөңгелек үстелді ағашта жасау үшін бізге Азнағол ағай көмектеседі. Балалар, мен сіздерге келіп отырған себебім, өздерінің шақыруларың бойынша, мынау балаларыңда қазақтың дөңгелек столы және сандықты дайындаған екенсіңдер. Өте керемет. Ал енді құрметті оқушылар, мынау макет бойынша сендер үлкен қазақтың дөңгелек столын дайындағанда бұған қажетті материал ең алдымен ағаш. Ағаш міндетті түрде кепкен болу керек. Оның түрі бізге міндетті емес. Қайың ба, қара қайың ба, үйеңкі бе, емен бе, кез келген ағаштан қазақтың дөңгелек столын жасап шығуға болады. Енді осын жасаған кезде бізде көбінесе қажетті құралдар, сендерге алдарында дөңгелек столды дайындаған кезде бізде қолданатын құрал жабдықтар сендерге ала келдім. Қазір сонымен таныстырып өтейін. Көбінесе бізде ағашты тақтайды кесетін кезде көбінесе бізде қолара қажет. Енді қоларамен әрқашанда жұмыс жасаған кезде міндетті түрде қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып жұмыс жасаған дұрыс. Мұны қазір алдарыңа алып қарауларыңға болады. Мұны саған берейін, қарап алып. Әрқашанда бізде кейбір жерін жөндеу керек болады, түзету керек болады. Сондықтан бізде ол қажеттісі үстірік. Осы үстірік арқылы тақтайдың бетін жонып, әдемілеп дұрыстауға болады екен. Қашау, балға инструменттер біздерге де қажет. Азнағол ағай білімін берген үшін үлкен рахмет. Енді біз жігіттер бізге